Сәлем достар, сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап айдары және оның жүргізушісімен Дина Төлеубекова. 15 қыркүйек құрлық әскерлерінің екпінді күші саналатын танкистер күні. Олай болса барша темір құрышты шынжыр табанда алып техниканы тізгіндеген танкистерді кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Ел тыныштығын күзету жолындағы қызметтеріңізге береке, дендеріңізге саулық тілейміз. Олай болса әрі қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бірінші келіп түскен сауал. Сәлеметсіздер ме? Спорт ротасына шақырту қашан басталады деп сұрапты. Сәлеметсіз бе? Спортсүйер жастар қызмет атқаратын спорт ротасына сарбаздарды әскер қатарына шақыру жылына тек бір рет қана көктем айында жүзеге асырылады. Аталған ротада республикалық, халықаралық не болмаса әлемдік деңгейлерде көк байрағымызды көкте желбірететін спортшыларымыз іріктелініп алынады. Келесі Ақболат есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Теріс уәждермен қызметтен шықса қайта орналасуға болады деген заң өзгерді ме деп сұрайды. Қайырлы күн, аталған заң қазіргі уақытта әлі күшін жойған жоқ. Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның 38 бабы 2 тармағы 13 тармақшасында көрсетілгендей, мемлекеттік немесе әскери қызметтен соттардан, құқық қорғау және әділет органдардан теріс уәждер бойынша шығарылғандар өкінішке орай келісімшарт бойынша әскери қызметке орналаса алмайды. Келесі Гүлім есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Қайырлы күн, әскери заңгерлерден қалай кеңес алуға болады деп сұрапты. Сәлеметсіз бе? Әрбір гарнизондардағы әскери бөлімдерде заң саласының мамандары қызмет атқарады. Оларға қабылдауға жазылып, қажетті ақпараттарды ала аласыз. Не болмаса, қызықтырған сауалдарыңызды е-өтініш платформасына да жолдасаңыздар болады. Бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды қорғаныс министрлігінің әлеуметтік желілеріне жолдасаңыздар болады. Сұрақ сізден, жауап бізден.